халық жазушысы Мұхтар Мағауин. Әбіш Кекілбаев 20 ғасырда қазақ әдебиетінің көзі тірі классигі. Бұл ешқандай даусыз, талассыз ақиқат мәселе. Ал мұндай мәртебе ол ешбір мадақпенен, ешбір мансаппен келмейді. Адам тумысынан тағдыр берген, табиғат еншілеген дарын болады. Соның өсуі, жетілуі, қалыптасу еңбектің нәтижесінде көзеген мұратқа жетеді сол дарынды адам. Осы Әбіштің өзгеше талайын алғаш таныған адам Мұхтар Әуезов еді. Қазақтың ұлы жазушысы, біздің қазақ прозасын негіздеуші. 1961 жылы біз студентпіз. Мұхаңды кездесу кешіне шақырып, әдеби кешке 27 декабрь болатын. Әбіш әдебиет бірлестігінің біздің университеттегі бастығы еді. Мен сол кезде студенттердің ғылыми қоғам дегеннің бастығы еді. Ол кезде біз үшін үлкен мансап. Сол Әбіш баяндаманы өзі жасайтын болды. Қазіргі жас қазақ поэзиясы туралы. Енді Мұхаң артынан сөйлеген белгілі сөзі бар. Жылғысы келгенде жаңалық сезінеміз деп, Мұхаңның ең соңғы беріп кеткен батасы ғой, ең соңғы әдемі сөздерінің бірі. Сол кеште жасаған Әбіштің баяндамасын, кешті ашқан жан-жақты баяндаманы Мұхаң айрықша риза болып отырып, сондай ерекше пейілменен, ықыласпенен қайран қалып отырып, сүйсініп отырып тыңдағанын менің есімде. Ал артынан әлде бір кездесулерде университеттегі айтыпты Мұхаң. Мен Бейсекеңнен, өзіміздің ұстазымыз Бейсенбай Кенжебаевтан естідім. Бұл өте бір дарынды бала екен, болайын деп тұрған бала екен, маңдайы жарылып тұрған бала екен деп Мұхаң айрықша қатты риза болыпты. Енді ол еш жерде қағазға түспеген нәрсе, бірақ мен куәлік бере аламын. Сол Әбіш өзінің алғашқы қадамында ұлы Мұхаңнан бата алған біздің алаштың өзгеше бір қаламгері. Сол ұлы Мұхтар Әуезов ерекше сенім артқан Әбіш Кекілбаев адам, қоғам, заман психологиясына тереңірек бойлау, философиялық түйін, ғылыми тұжырым, тарихи пайымды кемел ойды кеңірек қамту қажет болғанда кең тынысты прозаға тоқтады. Тоқтағанда да таптаурын сүрлеумен тайпалтып өте шығамын деп, өз арына өзі қиянат жасамайтын текті талант, тегеурінді қаламын асуы қиын, асқары биік қияға сермеді.